Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермен, біздің каналға қош келдіңіз. Минус 33 градус аяз, алдағы 3 күнде ауа райы қандай болады? Қазақстанның басым бөлігінде антициклон әсерінен аяз болады. Қазгидромет синоптиктері 16-18 қаңтар аралығында арналған ауа райы болжамын жасады деп хабарлайды Айқын.кз. Ресми ақпаратқа сәйкес, елдің басым бөлігінде антициклон әсерінен аяз болады. Қазақстанның батысы мен оңтүстік шығысында қар жауады, боран болып, жел күшейеді. Антициклон әсерінен Қазақстанның басым бөлігінде аяз болады. Ал елдің батысы мен оңтүстік шығысында күн құбылмалы, қар аралас жаңбыр жауады, жел мен бұрқасын күшейеді. Аяз әсіресе солтүстікте, шығыста және орталықта түнде 25-30 градусқа дейін аяз болса, күндіз 15-23. Оңтүстікте және оңтүстік шығыста түнде 5-15, күндіз 2-7 градусқа дейін жетеді. Ал батыста түнде 8-18, күндіз 3-15 градусқа дейін суық болады делінген Қазгидромет берген ақпаратта. Толығырақ төмендегі сайтымыздан көре аласыздар. Егер де біздің видео ұнаса, подписаться және бір ғана лайк түймесін басып өтулеріңізді сұраймыз.